Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгінгі сабағымызда үшбұрыштар теңдігі белгілеріне есептер шығарамыз. Мынандай тапсырма берілген. АБЦ үшбұрышының АД медианасының BC қабырғасынан тысқары созындысынан АД ED-ға тең болатындай Е нүктесі алынған. Е және С нүктелері қосылған. Бірінші, АБД және EDC үшбұрыштарының теңдігін дәлелдеңіздер. Екінші, егер АСД бұрышы 46 градусқа, АБД бұрышы 68 градусқа тең болса, АЦЕ бұрышын табыңыздар. Алдымен сызбаны сызайық. АБЦ үшбұрышын салдық. Енді А төбесінен АД медианасын жүргізейік. Үшбұрыштың берілген төбесінен жүргізілген медианасы осы төбені қарсы жатқан қабырғаның қақ ортасымен қосатын кесінді болып табылады. Д нүктесі BC қабырғасының қақ ортасы, ендеше АД медианасын жүргізейік. Енді осы АД медианасының BC қабырғасынан тысқары созындысынан Е нүктесін алуымыз керек. Яғни АД медиананы созамыз. АД медианасын создық, Е нүктесін белгілейік. Е нүктесін АД ДЕ-ге тең болатындай етіп аламыз. Енді Е және С нүктелерін қосып, EDC үшбұрышын алайық. Сонымен ABC үшбұрышында АД медианасы екен. BD DC-ға тең болады. Және өзіміздің салуымыз бойынша АД DE-ге тең. Енді біріншіден АБД және EDC үшбұрыштарының тең екендігін дәлелдейік. Осы екі үшбұрышты жеке қарастырайық. АБД және EDC үшбұрыштары. Мынау үшбұрыштар. Бұл үшбұрыштарда BD және DC сәйкес қабырғалары тең. Және AD DE кесінділері тең. Сонымен қатар ADB бұрышы мен CDE бұрышы тең болады. Себебі бұл бұрыштар вертикаль бұрыштар. Ал вертикаль бұрыштардың тең болатындығын біз білеміз. Ендеше осы үшбұрыштарда үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі орындалып тұрғанын көріп отырмыз. Яғни, бір үшбұрыштың екі қабырғасы мен олардың арасындағы бұрышы, екінші үшбұрыштың сәйкес екі қабырғасы мен арасындағы бұрышына тең болып тұр. Ендеше, үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі бойынша ABD үшбұрышы EDC үшбұрышына тең болады екен. Біз есептің бірінші шартын орындадық. Осы екі үшбұрыштың теңдігінен олардың сәйкес қабырғалары мен сәйкес бұрыштарының тең болатындығы шығады. Яғни АБ қабырғасы EC қабырғасына тең, сол сияқты ABD бұрышы оған сәйкес DCE бұрышына тең және BAD бұрышы CED бұрышына тең болады. Сонымен есептің екінші шарты, егер ACD бұрышы 46 градусқа тең болса, және ABD бұрышы 68 градусқа тең болса, ACE бұрышы неге тең? Яғни бізде ACD 46 градусқа тең. Және ABD 68 градусқа тең. Біз ACE бұрышын табуымыз керек. Бұл ACE бұрышы екі бұрыштың қосындысынан тұр. Ол ACD бұрышы және DCE бұрыштары. Бізге ACD бұрышының 46 градусқа тең екендігі белгілі. Ал DCE бұрышы ABD бұрышына тең. Яғни ол 68 градусқа тең.
Сонымен АСЕ бұрышы 114 градусқа тең болады екен. Есептің жауабы 114 градус. Сонымен оқушылар, біз бүгін үшбұрыштар теңдігі белгілеріне есептер шығардық. Енді өздеріңіз үйден мынау тапсырманы орындап, бүгінгі сабақты пысықтаңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.